Бірлігіміз ешқашанда үзілмесін деген тілек Алладан тілейік. Енді сонымен қатар өздеріңіз біздің Кеңжолға қатысты жаңа жүргізушіде айтып өтті, өздеріңіз жақсы білесіздер. Кезінде 19 ғасырда бала ораза ақын Жылой деген Жылойдың аруларына арнаған ән шығарған болатын. Оның бер жағында 70 жылдары Ұлықпан Сейсекенов пен Қуаныш Бекенов ағамыздың Кең Жылой мәні Жылой ауданының гимні іспеттес болып кетті. Сонымен қатар мына Жылойға деген сағынышын өзіміздің тұрғызбалық ембілік Жайып ағамызбенен Оңғарсынов апамыздың шығарған Жылойға сәлем әні, ол да бір үлкен жақсы ән есебінде халықтың есінде қалды. Ал соңғы мына бір жылдың турасында ауданымызда республиканың өңірінде өнер көрсетіп жетірген Әлбек Темірқанов бауырымыздың орындап жүрген Жылойға арналған әні, оларды шығарған жаңада жүргізушілер айтып өтті. Талант Арғынғали менен Ұлықпан Жолдас бауырларымыздың шығарғаны қазір халықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Аудан көлемінде өтіп жатқан, ауылдық жерде өтіп жатқан кез келген кеште, тойда, басқалай шаралардың бәрінде де осынау әнді халық сұраныспен айтуын өтініп отырады. Бұл өнердің жоғары, өлеңнің жоғары дәрежеге деңгейге жетуі бір жағынан біздің өзіміздің бауырымыз Әлбек Темірқановтың да еңбегі екенін жасыруға болмайды. Сондықтан да осынау сәтті пайдаланып, мен аудан халқы атынан, аудан әкімшілігі атынан осынау әнді шығарған, осынау ауылымызға, Жылойымызға, кейінгі ұрпағымызға өшпестей осындай мұра қылып қалдырған әнді шығарған азаматтарға да мен марапаттауға сіздердің алдыңыздарда рұқсат етіңіздер. Осындай мерекелік кештер жалғаса берсін. Аман болыңыздар, дайындарыңыз түген болсын. Құтты болсын тағы да шоқпар тоғайлықтар. Осы Кең Жылой атты әннің шығуына атсалысқан бір топ өнер азаматтарына осы аудан әкімшілігі өздерінің құнтай сый сияпаттары бар екен. Соны алғыс хатын оқып жіберуге рұқсат етіңіздер. Құрметті Ұлықпан Мырзабайұлы, Қазақстандағы екінші алтын адам табылған, қазақ мұнайының қара шаңырағы атанған, қасиетті Бекет атаның кіндік қаны тамған өлке Кең Жылой жеріне қош келдіңіз. Өзіңіздей қазақ эстрадасы өнерінің өрге өрлеуіне атсалысып жүрген тамаша композитор, күміс көмей әнші, еліміздің мәдени рухани дамуында өзіндік үлесі бар өнер саңлағымен жүздесу жылойлықтар үшін де ерекше құрмет. Пожалуйстаңыз. Ән өмірдің, сезімнің, табиғаттың туындысы десек, сіздің алтынайдай әсем әніңізден бастап, қазақтың эстрадалық музыкалық өнерінің алтын қорына енген сәби бақыты, неге солай, арман жолдары. Болды енді, құрсын енді. Тіпті, қазір ұшып кетіп, аспан ұстаймай қалып жүрмейді. Ұлықпан тұсаңдар, страшын мақтайын деп жатыр мұнда. Сәби бақыты, жатқа солай деген әндері бар. Арман жолдары, өмір өзен секілді әсері әндеріңіздің қатары біз үшін ерекше ыстық. Жырдың мекені деп жырлаған, Жылойым әнімен толысқан үлкен қуанышқа бөледі ағайын. Сіздің көптеген жас таланттарда. Қайратқа қол соғып жіберейік, құрметті қонақтар. Бала жоқ театрының актері Қайрат. Енді Қайратжан, мен сізден бір секунд. Дипломын өзіне ұсынайын, конверт бізге де. Жоқ. Мына құрметті Кең Жылойлықтар, шофар тоғайлықтар, мына Қайрат Әділгереев, Базар жоқ Азизка театрының актері, маған сахнаға шыққанның алдында айтып жатыр. Мен әзілдеп айтсам, әзілді түсінбей қалмаймын дейді. Біздің Жылой әзілді жақсы түсінеді. Концерт өз алдына әзілмен болған дұрыс па? Сондықтан да Қайратжан жылап, анам мына бір нәрсе айтып беремін. Қайрат, бір шер рахмет. Жаңа бірақ сіз сөз алдында айтып жатсыз. Құйттай бір марапаты бар екен деп. Мүмкін құйттай болуы мүмкін көлемі. Бірақ бүткіл халықтың, жұртшылықтың көңілінен шыққан үлкен көңілі, үлкен ризашылығы. Және де осының ішінде біздің бауырымызға мінгізген атымыз да бар қасында. Ұлықпан Жолдасов, Кең Жылойлықта, сіздердің қошеметтеріңіз. Мүмкін көп, шынды айтқанда, ассалаумағалейкум, құлсадық ағайындар, бармысыңдар, армысыңдар. Шынын айтқанда, бұған шейінде негізінде өлең шыққан Кең Жылойға.
өлең шыққан, бірақ бұл бұйырматы именно осы ән мына Бақытжан өздеріңіз Досталық деген азаматтың мұрындығы бойынша сол кісі айтты, бізге неге осы әнді шығармасқа деп. Сол осындай ән шықты, бірақ оның енді әні өз алдына жалпы негізінде көбі сөзіне байланысты, солай емес пе? Сөз болмаса ән болмайды. Бұны Талант Арғынғалиға көп рахметімді айтамыз. Талант Арғынғали болмаса бұдан болмас еді. Бірінші Алла. Осынау жылойым жыр мекенім деген әнді, бүткіл халық сыйлаған деген әнді сөзді жазған Талант Талғатұлы бауырымызға дәл осы текстегі құрметті марапатымыз табыламыз. Осындай ел ағалары, ел азаматтары ағаларымыздың өнерін бағалап үлкен марапатқа ие болып жатыр. Рахмет көп-көп. Келесі сөз кезегі Сейітжан Қабанұлы. Рахмет, құрметті жылолықтар, құрметті ауылдастар. Мынау енді бүгінгі Шоқпар-Тоғай ауылында 20 жылдық, 10 жылдық жасап жатқан, мектеп бітіріп жатқан түлектердің тойы құтты болсын дегім келеді. Енді мынау той жалғасын таба берсін, керемет той болып жатыр елде. Мына елге келіп жатқан қонақтарға, әртістерге, ағаларымызға көп-көп рахмет айтамыз. Жаңа жақсы ат спорты, күрес жөнінде аударыспақ, жақсы спорт түрлері өтті. Бәрі сән-салтанатты мен деп есептеймін, риза болдыңдар деп есептеймін. Енді осы ауылға осындай үлкен той жасап, осы ауылға осындай үлкен республикалық масштабтағы әртістердің келіп жатқанына, себепкер болып жатқанына Бақытжан ініміз бар. Осы жерде Бақытжан ініміздің жолдастары болып келеді екен. Бақытжан ініміздің бір өнері, өнердің адамдарын қамқорлап жүреді екен, өнердің адамдарының ортасында жүреді екен. Осы сыйлап, жаңағыдай кішкентай ауыл екен, болмаса бір кішкентай аудан екен демей, осы ауылға көңілінің қошымен жақсы өнерін көрсетейін келіп жатқан өнер ағаларымызға, бауырларымызға көп-көп рахмет айтамыз ауылдастарымыздан деп есептейміз. Енді жаңа әкім ағаларымыз жақсы сөздер айтып кетті. Дегенмен енді ауылдастардың атынан, Бақай корпорациясының атынан жаңа жылойым жырдың мекені әннің авторларына менде бір ауылға келіп құр қайтпасын, жаяу қайтпасын деп бір ат мінгізгім келіп тұр. Олықпан ағамызға бір ат мінгізгім келіп тұр. Шабалар құрмет қошеметтеріңіз. Олықпан ағамыз қайда? Олыққа келіңіз. Олықпан аға аттарыңыз шапанда кел. Ағамызға шапанда ат мінгізгім келіп жатыр. Ауылдастардың атынан елге әлі де келіп тұрсын. Әлі өнерін аяқбасын деп тілектіремін. Жігіттер, негізде шынында әнді жеткізетін кім? Әнші, солай емес пе? Әлібек Темірхан деген азамат бар. Осының аты бар, қазір беремін. Оның бөлек бар. Онда түсінігі бар. Сойып алған, мана байқамай сойып алған кешіріңіз. Негізінде Әлібек Темірхан бөлек. Біздер ән шығарамыз, талант сөзін жазады. Негізінде орындап халыққа жеткізетін сол Әлібек Темірхан. Сол кісіге көп-көп рахметімізді айтамыз. Талант ағамызға менің құдам, любимый құда. Ал керемет әнің айшықтап жақсы сөзін жазып, тап жылойда туғандай жазғансыз осы сізге. Тілектесіз ауылдастардың атынан сізге де бір ат беріп жатыр. Қай күнде келіп елге өнерді көрсетіп. Рахмет. Тамаша. Осы сыйланған аттар келесі жолы бәйгеге қатысады. Бұйыртса. Сөз кезегі Салават Исақаев. Сәке. Осы жерде Салават Исақаевты танитындар болса қол соғады. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Мереке құтты болсын, Шоқпар-Тоғайлықтар. Ал қадірменді ағайын ауылына қарап
азаматын таным деген мына бір кездері бірге оқыған сыныптастар бас қосып ұстаздарына сәлем беріп алтыныя мектебіне амандасып шығатын үрдістен басталған 10 жылдық 20 жылдық мектеп түлектерінің бас қосуы бүгінгі кезде бүгінгі заманымызға лайықты түрде ауылдың ғана емес ауданның облыстың деңгейінен асып республикалық масштабтағы өнер адамдары келіп сіздер мен біздердің мерейімізді асырып жатыр. Ендеше біздің ауылымыздың да деңгейінің өскені ғой деп білемін. Сол үшін бүгінгі мынау кешті ұйымдастырып жатқан 39-ші мектеп түлектеріне және Бақытжан Қапанұлына ауылдың елдің атынан алғыс айтқым келіп отыр. Қазір шүкір бәйгеге көзіміз үйренді, күрес түрлерінен жарыс өтіп жатыр. Ендігі биылғы жылдың өзгеше бір жаңалығының бірі ауылымызға ырыс атты спорттық кешен ұйымдастырып, салық беріп, сіздер мен біздердің игілігіміз үшін қызмет етіп жатқан ауыл азаматтары үшін бүгінгі мектеп бітіріп жатқан түлектердің мерекесі үшін тағы бір қол соғып қошемет көрсетіп жіберелік ағайын. Сонымен қатар Алматы менен Астанадан Бақытжан досымыздың бір ауыз сөзін тастамай бүгінгі мерекелік кешке өздерінің ән шашуын арнап келіп жатырған Ұлықпан Жолдасов бастаған өнердегі барша ағаларымыз бен інілерімізге де мыңда бір алғыс айтамыз ағайын. Ендігі жерде елімізде бейбіт өмір, осындай игі істер жалғасын таба берсін, осы жақсы істердің үрдісі жоғалып кетпесін. Кейінгі жастарға өнеге боларлық біраз іс-шаралар атқарылды. Осы шаралардың басы қасында жүрген барша азаматтарға, ауылдастарға, ағайындарға баршасына мыңда бір алғыс. Әрбір істеген ісіміз қайырлы, берекелі болсын. Әрбір күніміз думанды, мерекелі болсын. Мереке құтты болсын ағайын. Бәрекелді. Шоқпар Тоғайдың жолы тездетіп бітсін деп қоясыңыз. Бәрекелді. Барша ағаларға мыңда бір алғыс, көп рахмет. Осылай өнер адамдарын демеп, осылай қолпаштап отырған. Олай болса, қадірменді ағайындар, Кең жыл ойым деген әннің авторы, сөзін жазған Талант Арынғали ағамыз өзінің алғысын сіздерге жыр шумақтарымен арнап жеткізгісі келеді. Талант Арынғали қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, көптеген жұлдыздардың әндеріне сөз жазған Талант ақын ағамызға бір дуғыл шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын деп. Бұл жерде туысқаным, жақыным бар, бәріңде бір қол соғып отырыңдар. Жәрдем аға мың алғыс ниетіңе, көңілге талай нәрсе тоқыдыңдар. Шоқпар Тоғай өзіңде арман жоқ қой, ақынды ардақтайтын беу шіркін. Әкімің бар, арайдым, арадайдым, арайдым, арайдым. Ассалаумағалейкум Шоқпар Тоғай, әулие әмбиені тапқан талай. Арайды тілегіңнің арқасында, берекелі таңдарың атқан талай. Мен бүгін ауылыңа қадам бастым, арма деп ағайынмен амандастым. Жыл ойдың таңғаларсың, қызын көрсең, одан артық теңеуде табалмаспын. Ізіндей бабалардың ардақтылар, жүзіндей жарқыраған ағалмастың. Жер шарын жет айналып келсең дағы, жыл ойдай жұмақ мекен беу шіркін. Табалмассың, арайдым, арадайдым, арайдым, арайдым. Өмірдің сұрағы мен сынағында қасқайып жауап беріп тұрамында. Бір келіп арнау айту бақыт шіркін, қапанғажы туылған бұл ауылға. Келеді қыз баланың бой жеткісі, келеді боз баланың ер жеткісі. Жанаштай жазушыны туған елсің, қазақ әдебиетінің көрнектісі. Сейсенбектей ағаның ауылысың, келетін әнмен жырмен тербеткісі.
Құдайдан бұйырғансын бақталабым, алдыңа келгедіме шаттанамын. Салауат Исақайып ұлдарың ғой, айтыста бәйге бермес ақтабаным. Сол ардақты Салауат ұлдарыңа шәкірт болып жүргеніме беу шіркін. Мақтанамын, арайдым, арадайдым, арайдым, арайдым. Мен келдім жақсылықты жіреткелі, 3-ші орта мектептің түлектері. 39-ші түлек сіз екенсіз, кім келіп дүниеге, кім өтпеді. Сендерді асқарады алмассың деп, самғасан қанаттарың талмасын деп. Баршаңа тілек айтам түлектерім, берекең кейінгеге беу шіркін. Жалғасын деп арайдым, арадайдым, арайдым, арайдым. Айтылған батаңызда ұғамызда, көңілмен ниетіңнен шығамызда. Қадірлі 79-ші жылға айналдың бұл өлкеде жыраңызға. Бәрін қойып шақырған мына бізді, мың алғыс Бақытжандай беу шіркін. Құдамызға арайдым, арадайдым, арайдым, арайдым. Демеңдер ақын ұлың зорға шықты, ағайын шақырғасын алға шықты. Бүгінгі бәйгеменен көкпарларын бұйырса әнмен жырмен жалғасыпты. Алматыдан бұл көшті бастап келген ағайын күте-күте таңға асықты. Тамаша бір қол соғып қойсаңыздар, шақырамын ұлықпан беу шіркін. Жолдасықтау арайдым, арадайдым, арайдым, арайдым. Ұлықпан Жолдасов ағаларыңызға. Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Талатаның қали ұлдарыңызға. Талатаның қали. Ей, бәрекелді. Міне, 20 жылдық той иелері алдарында значоктары бар. Құдалық тағыдай ғой. 79-дар, 3-ші мектептің 39-ші түлектері. 20 жылдар құтты болсын. Ау де, осы жерде 80-дер бар ма? 80-дер. Ай, 80-дер қайда? 84-тер бар ма? 84-енді Қайрат қой. Қайратты құрдастары бар ма? Идет! Сонан Ұлықпан Жолдасов, сіздердің қошеметтеріңізбенен. Қазақ эстрадасының мэтрі, Қазақ эстрадасының қалаушысы Ұлықпан Жолдасов. Көп мақтаған жақтықпайды. Бірақ өз сыртта тұрғанда көбірек мақташ деп еді. Ұлықпан аға, өзіңіздің бір батаңызды беріп жіберіңіз мына үлкен асқа. Ет қайда? Келіңіз Ұлыға. Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Ұлықпан Жолдасов. Туф, не оған звук дейсің ғой. Тағы бір амандасып қойын, ассалаумағалейкум ағайын, бармысыңдар, армысыңдар. Шынығында қарап тұрсам, кәдімгідей көп, мына жерде айып етпеңіздер, көп ағайындар жиналған екен. Мен не айтарын білмей тұрмын енді. Біріншіден қарап отырсам, мына жерде ақжаулықты аналарымыз отыр екен, ағаларымыз бар. Мына жерде көп қарап отырмын, сіздердің кездерден бір өлең айтсам қалай болады? Жастар енді, жастарға жастар айтып жатар, мен жаңа шал кемпірлердің өзіміздің сонау бір кездерден бір өлең орындаймын. Қаздар қайтып барады мекені, Туғанбай Молдағали. Қабыл алыңыздар. Кеттік ендеше.